Сіз тамақты азайтып, зияндының бәрін алып тастағанмен, ішіңіз бәрібір өсіп келе ме? Сіз жалғыз емессіз. Көп адамдар іштің шығу себебін артық маймен немесе әлсіз іш бұлшықеттермен байланыстырады. Бірақ шындығында себеп әлде қайда тереңде болуы мүмкін. Бүгін біз сізге осы мәселеге мүлде басқа көзқараспен қарауға мәжбүр ететін басты құпияны ашамыз. Мүмкін себеп тамақта емес, сіздің шамадан тыс жүктелген және қабынған бауырыңызда шығар. Бұл біз жиі бағаламайтын, бірақ метаболизмнің басты реттеушісі болып табылатын орган. Бүгін сіз бауыр неге іштің көлеміне тікелей әсер ететінін және оны азайту процесін бірнеше күн ішінде қалай бастауға болатынын білесіз. Біз сізге бауырды тазалау процесін іске қосуға және өзімізге жазық іш, энергия мен сенімділікті қайтаруға көмектесетін қарапайым, бірақ ғылыми негізделген әдістерді көрсетеміз. Бауыр іштің көлеміне қалай әсер етеді? Бұл сіз байқамай жүрген механизм. Бауыр жай ғана орган емес, ол ағзаның басты сүзгісі және метаболикалық орталығы. Бауыр шамадан тыс жүктелген кезде оның жұмысы бұзылады, ал бұл тікелей сіздің ішіңізге әсер етеді. Бұл физиологиялық деңгейде осылай жүреді. Бірінші, өттің тоқырауы мен ісіну. Шамадан тыс жүктелген бауыр өттің түзілуі мен шығуына нашар әсер етеді. Нәтижесінде өт тоқырайды. Бұл қабынуға және ағзада сұйықтықтың жиналуына әкеледі. Сұйықтық тек аяқтарда емес, іш қуысында да жиналып, іштің үлкен және тығыз болып көрінуіне себеп болады. Екінші, майлы гепатоз, бауырдың майлануы. Бауыр жасушаларында май жиналған кезде ол үлкейеді. Бұл жағдай гепатомегалия деп аталады. Үлкейген бауыр қабырғаның астынан шығып тұрып, артық салмағыңыз болмаса да, іштегі бұлталаң пішінге себеп болады. Үшінші, гормондық бұзылулар және метаболизмнің баяулауы. Бауыр инсулин мен эстроген сияқты гормондардың реттелуінде маңызды рөл атқарады. Егер ол дұрыс жұмыс істемесе, инсулинге төзімділік пен гормондық теңгерімсіздік туындайды. Соның салдарынан ағза ең алдымен майды бел және іш аймағында жинай бастайды. Бауыр кінәлі екенін көрсететін белгілер. Ағзаңыз беріп жатқан сигналдарға назар аударыңыз. Олар айқын болмауы мүмкін, бірақ көп нәрсені білдіреді. Тіпті жеңіл тамақтан кейін де іштің кебуі. Егер бауыр жеткілікті өт бөлмесе, тағам баяу қорытылады да, ашу және кебу пайда болады. Оң жақ қабырға астында ауырлық пен қысым сезімі. Бұл бауырдың үлкейгенін және оның айналасындағы ағзаларға қысым түсіріп тұрғанын білдіруі мүмкін. Үнемі ұйқышылдық, әлсіздік және шаршау. Бауыр қаннан токсиндерді толық тазалай алмай, олар ағзаны уландырады. Бұл мидың жұмысына әсер етіп, созылмалы шаршауды тудырады. Ауызда ащы дәм мен тілде сарғыш жабынды. Бұл өттің ағзада тоқтап, уақытында шығарылмауының айқын белгісі. Жоғары холестерин және терінің солғын, проблемалы болуы. Бауыр майларды тиімді өңдей алмайды, ал бұл қанның және терінің күйіне әсер етеді. Бауырды не бұзады? Бауырға зиян келтіретін негізгі факторларды түсіну, оны қалпына келтірудің алғашқы қадамы. Бірінші, жиі тіске басар мен тәттілер. Қант пен жылдам көмірсулардың артық мөлшері бауырды шамадан тыс жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Бауыр фруктозаны өңдей алатын жалғыз орган. Артық қант майға айналып, бауырда жиналады да, майлы гепатозға әкеледі. Екінші, қуырылған, маринатталған тағамдар, консервилер және алкоголь. Бұл өнімдер бауырға күшті уытты жүктеме түсіреді. Қуырылған тағамдарда трансмайлар мен канцерогендер бар. Олар бауыр жасушаларын зақымдайды. Алкоголь ең қауіпті жау. Өйткені бауыр барлық күшін оны зиянсыздандыруға жұмсайды да, басқа маңызды функцияларды тоқтатады. Үшінші, су мен талшықтың жетіспеуі. Су токсиндерді шығаруға қажет, ал талшық ішекті тазартуға көмектеседі. Олардың жетіспеуі бауырды артық жұмыс істеуге итермелейді, ал токсиндер кері қанға сіңіп кетеді. Төртінші, стресс пен ұйқының аздығы. Созылмалы стресс кезінде кортизол гормоны бөлініп, іш майының жиналуына ықпал етеді.
Ұйқының жетіспеуі бауырдың түнгі қалпына келу циклін бұзады, ал бұл оның әлсіреуіне әкеледі. Бауырды қалай қалпына келтіріп, іштегі майды азайтуға болады? Бірінші, тұрақтылық, сәттіліктің кілті. Таңертең ашқарынға сулы суын ішіңіз. Бір ас қасық сұлыны, бір стакан салқын суға кешке салып қойыңыз. Таңертең ашқарынға ішіңіз. Сулы құрамындағы бета-глюкандар ерігіш талшық сияқты әсер етіп, ішектегі токсиндер мен артық холестеринді байланыстырады. Осылайша бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Екінші, шекка салаты. Шикі қызылша, сәбіз және қырыққабатты үкіштен өткізіп, аздап зәйтүн майымен немесе лимон шырынымен араластырыңыз. Мұндай салатты күн сайын негізгі тамақтану алдында жарты сағат бұрын жеңіз. Шикі талшық ішекті механикалық түрде тазалап, оның жұмысын ынталандырады. Осылайша тоқыраулар мен токсиндер шығарылады. Үшінші, мейіз қайнатпасы. 2 ас қасық жуылған қара мейізге 1 стакан ыстық су құйып, түнге қалдырыңыз. Таңертең тұнбасын ішіп, жұмсарған мейізді жеңіз. Бұл қайнатпа антиоксиданттарға бай және бауырдың жұмысын жұмсақ түрде ынталандырады. Төртінші, темедақ пен лимон тұнбасы. Ұйықтар алдында 1 тілім лимон қосылған жылы темедақ шайын ішіңіз. Темедақ қабынуды басады, жүйкені тыныштандырады және өттің ағуын қалыпқа келтіреді. Бұл бауыр үшін өте маңызды. Бесінші, таңертең грейпфрут немесе анар жеңіз. Бұл жемістер антиоксиданттар мен табиғи ащы заттарға бай. Олар өтті сұйылтып, бауыр ферменттерін белсендіреді және маймен күресуге көмектеседі. Алтыншы, куркума мен қара бұрыш. Жарты шай қасық куркума мен жарты шай қасық қара бұрышты 1 стакан жылы суға араластырыңыз. Қажет болса, аздап бал қосыңыз. Куркумин мен пипериннің қосындысы қабынуға қарсы және уытсыздандыратын күшті қоспа. Жетінші, ащы дәмі бар көкөністер. Рукола, шомыр, цикорий секілді көкөністерді жиі жеңіз. Олардың құрамындағы ащы заттар өттің бөлінуін ынталандырып, ас қорыту процесін жақсартады. Іштің кебуін азайтады және майды ыдыратуға көмектеседі. Енді не нәрсені алып тастау керек? Бауырдың қалпына келуіне кедергі келтіретін әдеттер мен тағамдардан бас тартыңыз. Кешкі тамақ ішу. Егер сіз ұйықтар алдында тамақтансаңыз, бауыр түнде қалпына келе алмайды, себебі ол тамақты қорытуға мәжбүр болады. Тәттілер, ұннан жасалған тағамдар және қант. Бұл өнімдер инсулиннің күрт көтерілуіне әкеледі және бауырда май түзілуінің негізгі көзі болып табылады. Тәтті газдалған сусындар мен қаптамадағы шырындар. Олардың құрамында жасырын қант көп, ол бауырда жылдам майға айналады. Өте майлы және қуырылған тағамдар. Мұндай ас бауыр мен өт қабына үлкен жүктеме түсіріп, олардың жұмысын қиындатады және қабыну тудырады. Алкоголь. Тіпті аз мөлшерінің өзі бауырды бар күшін спиртті бейтараптандыруға жұмсауға мәжбүрлейді де, басқа маңызды процестерді тоқтатады. Қорытынды. Іштің шығуы әрдайым майдың кесірінен болмауы мүмкін. Ол шамадан тыс жүктелген бауырға ағзаның жауабы болуы ықтимал. Ішті емдеуге тырыспаңыз, бауырыңызды қалпына келтіріңіз, сонда ағзаңыз өзі өзгере бастайды. Сіздің әдеттеріңіз денсаулықтың кілті, ал ол өз қолыңызда. Бұл ақпаратты жақындарыңызбен бөлісіңіз, әсіресе диета ұстаса да ішін кетіре алмай жүрген адамдармен. Видео ұнаса, лайк басыңыз және каналға тіркеліңіз. Алда денсаулыққа арналған тағы да көптеген пайдалы кеңестер бар.